өзін өлтірген адамға жаназа оқылады. Біздің имамдарға не болған? Бірісі өзіне қол жұмсаған адамға жаназа оқылмайды десе, бірі оқылады десті. Бұған анық жауабы бар ма? Бәріңізге мәлім қазақ елінің Талғарда болып жатқан трагедиясы. Шерзаттың артынан оның ағасы қаза болды. Ресми мәлімет бойынша Нұрғанат өзіне қол сұққан. Имам Нұрланның жауабы мынандай. Оқылмайды деген себебі бір уақытта осындай суицид жағдай көбейіп кеткен. Сол кезде ғалымдар жиналып, мынаны оқымаймыз деп қорқытсақ, халық бұл нәрседен қайтады деп, мынау Түркияда үлкен көпір бар, Босфор көпірі, Европа мен Азияны жалғаған. Сол көпірде мынандай камералар қойып қояды екен, күніне 10-15 адам өліп тұрады екен. Кәдімгілік кризисте қалған адам секіре береді екен. Содан кейін сол жерден мүфтилер, ғалымдар жиналып, біз неге бұны реклама жасаймыз? Күніне неге бұның санын жинаймыз біз? Қой, бұны көрсетпей-ақ қояйық деген кезде бірден төменге түсіп кеткен. Жағдай ма? Мұхаммед пайғамбар өзі оқыды ма деген сұрақ туады. Өзі оқыған жоқ, бірақ айтты, біреулерің оқып қойыңдар деді. Яғни жаназасы кетпесін мұсылман бала. Оның тап сол өлім аузында қандай күйде екенін ешкім білмейді. Ол әлбетте ол ақтау емес. Бірақ анау кейбір адамдар сондай қорлық көріп, жанұясынан ашынғандықтан, мүмкін ақыл айтатын адам болмағандықтан, сырын ақтаратын, көңілін жеткізетін адам таба алмағандықтан сондай ең соңғы халге баратын шығар, өз-өзіне жұмсау. Бірақ ол жанкештілік бәрібір қолданбайды шариғатта. Күнә болып есептеледі. Ол хадистерде дауыр айтылады. Бірақ патша патшадан былай есептейді, былай айтылады. Кімнің жаны қашып үлгереді? Енді жазызда өліп кетті кейбір кездерде. Ашаршылық, ақтабан шұбырындысы бар, басқасы дұрыс па? Оқылды, оқылмады, қиыншылық жағдайлар болды. Соларды не Алла тағала сенің жаназаң оқылмай қалды. Біле білсеңіз, Мұхаммед пайғамбардың алдыңғы әйелінің, Хадиша анамыздың жаназасы оқылған жоқ. Өйткені жаназа үкім жоқ еді кезде. Сондықтан жаназаны ана оқыды, яки оқылды, яки оқылмады деген бұл қайтыс болған адамға дәреже мәртебе бермейді. Осыны түсіну керек.